Ассалаумағалейкум, сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде сабақ киномастер болады. Киномастермен жасалатын сабақ болады. Достар, әдеттегідей болмаған идея Инстаграмда отқан кезде бір үнемі жаңа музыкалар салып отыратын паблик бар еді. Сол жерде тура осыны көрсеткен болды. Енді бұл жерде басқаша кішкене. Артындағы сол жерден көрдім да, достар, былай көрдім, енді компьютермен жасалатын болғасын, енді соткамен кішкене қиындау болды басында. Одан кейін мен үнемі қолданбайтын бір функция бар еді, достар, соның маған көмегі тиді. Осы уақытқа шейін оны көрсетпеген, енді бүгін көрсететін боламын. Дәл осылай фон, достар, видеоны сілтеменің астына қалдырам. Видеоның сілтемесінің астына қалдырам, достар. Неке, дәл осы фон керек болады. Егер жай жүріп жатса, скорсын тездетіп қойсаңыздар, әрмен қарай мультимедиаға кіреміз де өзімізге керекті бірінші фотоны аламыз. Неке, PNG форматындағы дәл осылай фото. Достарыңызға дәл осылай өлең айтатын достарыңыз болса, осылай обложка жасап берсеңдер болады. Мына жерден енді светокоррекциясын жасап жіберейік, кішкене ағартып не істеп, енді осы жерден де жазсаңыздар болады деген мақсатта көрсетіп жатырмын. Енді бізге керекті фото дәл осылай жасаймыз, достар. Енді мына шеттен келетін болғасын бір шетке әкеліп тақаймыз. Енді мынаны до конца созасыздар. Міндетті түрде осыны видеоның соңына шейін созып барып істеңіздер. Енді достар, неке бүгін біздер толықтай жұмыс істейтін функция, мына жерде қазір көрсетейін, неке кілттің суреті дәл осы функциямен жұмыс істейтін боламыз, достар. Неке бұл қозғалту, бұның функциясы қалай жұмысқа шығарылады. Яғни компьютерлерде білесіздер, маска деген функция бар. Яғни өзіңіздің объектінің қозғалтып жүрген жерге точка қойып, сол жерді белгілеп кетесіздер. Дәл осы киномастерде осы функция бар. Енді достар, неке мынаны кішкене жылжытасыздар. Қазір сызық қай жерде тұр, сол жерде мына плюс батырмасы өзі автомат түрде қойылады. Енді әрмен қарай мынаны ұстап былай қарап жылжыта саласыздар. Сол кезде мынандай функция болады. Енді басында кішкене түсінбей қалсаңыздар, әрмен қарай тағы да көрсететін боламын. Неке енді мына масканың точкасын алып тастау үшін, достар, қайта кілттің суретін басып, мына минусты басып тастасаңыздар, достар, мінекей тұсына барған кезде минус автомат түрде шығады. Осы минусты басқан кезде жоқ болып кетеді. Енді сіздерге жаймен былай созылып шыққан қаласаңыздар, кішкене жүргізесіздер, достар, көрдіңіздер. Жүрген кезде автомат түрде өзі точка қойылады. Неке, достар, болды. Қазір мынау видеоның секундын көрсетіп жүрген сызық, достар, қай жерге барса, сол жерде плюс қойылады өзі. Неке қазір тағы да көрсетейін, кішкене жүргізесіздер, мына таяқшаны. Сол жерге қойдыңыздар, болды. Мынаны жылжытқан кезде плюс өзі автомат түрде түседі, достар. Басты сіздер мына секундты белгілеп алсаңыздар болды, мына сызықпен. Сызықты кәдімгі экранды ұстап, ары бері жылжыта бересіздер. Енді әрмен қарай осы бітейін деп жатқан жерге тағы да көрсетем. Неке, достар, енді әрмен қарай тура кішкене бітеуге кішкене қалдау деген кезде әрмен қарай слойға кіреміз, мультимедианы басамыз. Өзіңізге керек неке пальманың не дейді, жапырақтары дейді, достар, неке. Бұны да до конца созып аламыз, достар, до конца созып дубликат істейміз. Енді бұны қайта алып жүрмегендіктен дубликат жасай салсақ та болады. 3 нүктені басамыз, дубликат. Астына түсті, достар, енді бір нұсқасын былай қарап алып қоя тұрайық, ол кейінірек жұмыс істейтін боламыз. Қазір біздер жұмыс жасайтынымыз мынау біріншісі, достар. Тура осылай, достар, неке кілттің суретін басамыз. Басып болғасын кішкене жылжытамыз, өзіміз қай жерге үшін. Барынша бас жағына жақын жерден плюс қойылса, достар, тез шығады. Егер ұзақ болса, ұзақ шығады, неке. Мынау секундты көрсететін таяқшаны әкеліп қойған кезде, достар, объектіні жылжытсаңыздар, өзі автомат түрде плюс қойылады. Неке қазір мен кішкене секундын жылжытам, экран ұстап. Неке экран ұстап жылжыттым. Енді объектіні ұстап жоғары көтергенде автомат түрде өзі плюс қойылады. Сіздің таяқшаңыздың тұсы қай жерде тұр, сол жерден плюс қойылады. Неке дәл осылай объект пайда болады. Енді әрмен қарай мынау басқан батырманы, яғни біз енді артық планға жіберейік, достар, барлығы алдында тұрмау керек. 3 нүктені бассаңыздар, задний план. Задний план десеңіздер, фон, яғни ең артыққа кетіп қалады. Передний қылсаңыздар, бетіне шығады. Әрмен қарай енді, достар, енді әрмен қарай біздер артына пальмаларды аламыз. Мультимедиа кіреміз, әдеттегідей, мінекей 2 пальманы аламыз. Бұны да до конца созасыздар, достар. Масканы, точканы басып қойғасын, достар, дубликат істеудің қажеті жоқ. Ол кезде ананың
уже ана дубликаттың маскалары сақталып қалады, оны қайтып істеп жүресіздер. Сол себептен қазір мінекей мына жерден түсін ауыстыра салайын пальманың. Достар, осы керекті барлық заттарды мен сілтемесін комментарийге қалдырамын, ютубтан да ВК-дан да. Мінекей дәл осылай екі бетке аударып аламыз. Достар, енді мынадан бастап жасаймыз. Тағы бір мұқият қараңыздар, егер түсінбей жатсаңыздар қайта-қайта көрсетіп жатырмын. Кішкене күрделі болуы мүмкін бұрында таныс емес адамдарға видео монтаж. Мінекей кілттің суретін басасыз, енді экранды ұстап кішкене жылжытасыз. енді өзіңізге жеткілікті жерден. Сол кезде объектіні, мынау экрандағы объектіні ұстап жылжытсаңыз, өзі автомат түрде плюс қойылады. Мінекей достар, кілттің суретін басамыз, экранды кішкене ғана жылжытамыз. Енді әрмен қарай объектіні ұстаймыз да, өзі жылжытқан кезде точканы көрсеңіздер, точка өзі автомат түрде қойылады. Достар, ары бері өздеріңіз істеп көріңіздер. Міндетті түрде бұлардың барлығын задний планға жібереміз. Мінекей үш нүктені басамыз, задний планға жібереміз. Кішкене қоюлығын азайтып қояйық достар, көзді шаршатып жібереді барлығы. Енді әрмен қарай текстке кіреміз. Текст, достар, енді бұл өлең айтатын достарыңызға дәл осылай істеп берсеңіздер. Енді бұндай емес, қазақи нақышта оюлар шығарып екі шетінен бұрыш-бұрышынан жарықтар, дымдар. Достар, енді қазақи нақышқа келтіріп істесеңіздер болады. Әрмен қарай текст. Так, Лукас және Стейв есімді әншілер немесе диджейлер қолға түскен шрифт таңдай салайық. Достар, мінекей соның өзі әдемі түсті. Лукас және Стейв дәл осылай қоямыз. Достар, мінекей енді бұның пайда болуы, достар, мінекей пайда болуына кіреміз. Бұны жаңағыдай маска ешнәрсе қылып қажеті жоқ. Мінекей мына жерден басып, мінекей тура осының уменьшениен бассаңыздар, достар, экраннан былай қарап келеді. Тоже бұл да бір әдемі эффект береді, құр әшейін пайда болғаннан. Енді әрмен қарай осыны қоршаймыз. Енді достар, бұны істеп атқан кезде идеялар келе береді, қоса бересіздер. Енді әрмен қарай астындағы слойдың шектеулігіне байланысты слойлар да шектеледі. Астына слой көбейіп кетсе, достар, слой шектеледі. Дәл осылай төртбұрыштан алып, тура осылай қоршап сызып аламыз. Бұның да пайда болуын, достар, мінекей бірінші нүктені басамыз. Мінекей дәл осылай екінші батырма, әрмен қарай 3 секунд қойғанымыз, ең жоғары секунд. Кішкене баяу болса, кішкене әдемі шығады. Мінекей тағы бір көріп жіберейік. Так, екеуі кетті, Лукас және де сызық. Мінекей бұны да соза салайық. Әрмен қарай мультимедиа, достар, енді сіздерге қосымша көрсетіп кете салайын. Мына жерде мысалға светной дымдар бар, әдемі тұратын. Енді көп, достар, енді оюдың PNG жаңа қазақ тілінде істейтін болсаңыздар, түрлі қосатын нәрселерді, PNG-лерді осылай анимация қылып қоса берсеңіздер болады. Достар, видеоны қайталап көріңіздер, егер түсінбей жатсаңыздар. Мінекей дым осылай тұрады, бұны алып тастай салайын. Мен негізі басқа нәрсе қойын деп жатырмын, блик қойын деп жатырмын қазір, достар. Мінекей бликті біздер глич эффект деген сабақты білесіздер. Сол кезде бликтердің ударник сияқты тұруы. Мінекей ортасын барасыз, мерцание деген батырманы басқан кезде бұл как ударник сияқты дірілдеп тұрады, достар. Мінекей бұны дубликат қылдық. Біреуін мына шетке, біреуін мына шетке қоя саламыз. Енді сіздер музыканы күтесіздер, сол кезде ударник болған жеріне осыны қойсаңыздар, дәл түседі. Мінекей дәл осылай кетеді, шығады, екі жақтан келеді. Стейв, Лукас және де сызық и ударник кетті. Мінекей достар, енді былай қарасаң, енді әдемі нәрсе, достар. Осыған көптен бері мен қызығып жүргеннен бір көрдім, музыкальный неден, одан әрі қарай уже ауырдым, осыны қалай да істеймін деп. Былай көрдім, сол кезде ақыры дегенде таптық әйтеуір. Сіздерге ұнайтын ойдан, достар. Енді әрмен қарай музыка қоямыз. Музыканы қойғанда да, достар, келетін бір әдемі сәйкес келетін музыка қойыңыздар. Бас авторлық құқыққа қараңыздар. Себебі ютубқа салған кезде өшіріп тастауы мүмкін. Қайшы батырмаса өшіріп тастаймыз. Бұл, достар, дәл осылай болады. Осы жүйеде жасалады. Ешқандай да қиындығы жоқ, достар. Егер түсінбесеңіздер, видеоны қайталап көріңіздер және сол нәрсемен өздеріңіз барынша шұғылданыңыздар, достар. Сіздерге ұнады деген ойдамын, достар. Чисто менің идеямнан шыққан нәрсе бұл. Аса қатты қиындығы жоқ. Келесі сабақта кездескенше сіздермен болған мен Микопро. Сау саламатта болыңыздар.